Құрметті оқушылар, бүгін ерекше сабақ. Қонақтар да келіп қалыпты. Өздеріңді көрсетіңдер. Сендер менің өлеңдерімді жаттап жүрсіңдер ме? Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен дедім емес пе? Бүгін ұйымдастырып отырған Жанна әпкелерің білім сайысын ойдағыдай өтуіне сенемін. Ал балаларым, өз ойларыңды еркін айтып, қысылмай отырыңдар. Іске сәт. А давай попозже. Добрый день. Сәлеметсіз бе? Добро пожаловать в наш отель. Чем я могу вам помочь? Кешіресіз, менің досым осы қонақ үйде жатыр еді. Соған жолығуға келген. Не поняла. Досым 307 бөлмеде жатыр. Осында кел деген. Келгенді білдірейін десем, телефонның қуаты сөніп қалды. Извините, вы можете по-русски говорить? По-русски болғанда сәл-сәл түсінемін. Бірақ жеткізуім қиындау еді. Я вас не понимаю. Қазақсыз ба өзі? Да, я казашка. Қазақша мүлдем түсінбейсіз бе? К сожалению, не понимаю. Меня здесь друг. Здесь... Извините, какой друг? Жарайды, осында тұра берейінші, өзі де түсіп қалатын шығар. Welcome to our hotel. Hello. What is your number? 20. Okay. Wait a minute. Good vacation. Thank you. Shimken keremit kala iki. Men baskaksha yestigen yedim. I'm sorry. I didn't understand. Shimken super kala dim. Да, Шымкент супер, да. Ассаламалейкум. Wa alaikum salam. Сіз қазақша сөйлей аласыз ба? Arene. Kumnen nanan jese sunun haynan ayta sindip jay yugem jatып. Ендеше, мына қарындасқа, менің досым 307 бөлмеде жатыр деп аударып беріңізші, өтініш. Kalay kazakuskoy? Ozin aypatsız ba? Болмай жатыр. Өтініш аударып беріңізші. Jaraydı. His friend is in room 307. What to do? Nistip kiritip jatып. Досым шақырып берсін. Call his friend in room 307. Okay. Ассалаумағалейкум. Assalamu alaikum, mister. Уалейкум ассалам. Қандай көмегім қажет? Көмек керек жоқ. Кайтамен көмектесіп жатып. Қалайша? Мен Америкадан келіп, екі қазаққа аудармашы болып жатып. Солай ма? Солай? I'm sorry, mister. Okay? Go your number. Thank you. Кешіріңіз. Түсінбедім, бұл жерде не болып жатыр? 307 бөлмеде менің досым жатыр. Соны мына қарындасқа айтсам, қазақша түсінбейді. Сосын амал жоқ, америкалық жігітке аударып беруін өтіндім. Еңірік, сен қазақша түсінбейсің ба? Нет, Талгат Утегенович, я понимаю, но не могу говорить, поэтому стесняюсь. Енді түсінсең, неге шетелдік азамат екеуіңізге келіп, араларыңызға аудармашы болып тұр? Кешіріңізші, енді қайталанбайды. Сіз жаңа ғана қазақша мүлдем түсінбеймін деп жатыр едіңіз ғой. Әлде тек бастықтардың ғана сөзін түсінесіз бе? Айып етпеңіз. Кешірім сұраймын сізден. Сіз отыра тұрыңыз, досыңыз шақырып береміз. Айып етпеңіз. Адина, менің қолымда құлпынай. Бұл ақиқат па, көзқарас па? Ақиқат. Менің қолымда қарбыз, сенің қолыңдағы құлпынайдан дәмдірек. Бұл ақиқат па, көзқарас па? Көзқарас. Сыныпта біреу сенің сөмкең жаман, аяқ киімің онша емес деді. Бұл ақиқат па, көзқарас па? Көзқарас. Я дұрыс айтасың. Біреудің көзқарасына бола көңіл күйді күні бойы түсіріп жүру мүмкін емес. Сыныпта сен маған ұнамайсың, дос болғым келмейді деді. Сен не істейсің? Ойнамасаң ойнама. Маған тек қана мейірмен қараған жанмен дос боламын.
Алға ұмтыл тек алға, алда қойған мақсатқа, қолсыз еш таянма сен. Атқан әрбір ақтанға, үміт міндет арқала, қолсыз армандарды сен. Болашақ жарқын болсын, бірлікпен ортақ толсын, жетелейтін бізді тек алға. Бәріміз бірге бір үйдің баласындай, қол ұстасып таң қалмай, жол жейміз сонда тек алға. бәріміз бірге бір үйдің баласындай, бірлігімізді сақтай, жол жейміз сонда тек алға. Бәріміз бірге, бәріміз бірге, қазақ елі. Алға ұмтыл тек алға, жаңа белестер алда, шыңнан шыңға биікте. бөленген күн нұрына әркез бол сен тек алда, елім бақытты мекен. Болашақ жарқын болсын, бірлікпен ортақ толсын, жетелейтін бізді тек алға. Бәріміз бірге бір үйдің баласындай, қол ұстасып таң қалмай, жол жейміз сонда тек алға. бәріміз бірге бір үйдің баласындай, бірлігімізді сақтай, жол жейміз сонда тек алға. бәріміз бірге бәріміз бірге. болашақ жарқын болсын, бірлікпен ортақ толсын, жетелейтін бізді тек алға. бір үйдің баласындай, қол ұстасып таң қалмай, жол жейміз сонда тек алға. бәріміз бірге бір үйдің баласындай, бірлігімізді сақтай, жол жейміз